Айсұлу бала күннен көбіне қорыққаннан жылайтын, ең алдымен анасына алаңдап, кейін өз тағдыры үшін қорқатын, ал кейде өте сирек жағдайда ғана жүрегіне жиналған өкпе реніштен көз жасына ерік беретін. Ондай сәттерде ол құрбысы Зеренің әкесін есіне алатын. Қандай мейірімді, қандай көңілді жан еді. Әрдайым жүзі жадырап күлімдеп жүретін, жанынан ерекше жағымды иіс аңқып тұратын. Ал Айсұлудың өз әкесі Ермек көбіне арақтың сасық иісі мүңкіп тұратын. Сол иіс кейін Айсұлудың бүкіл өмір бойы жиіркеніш сезімін тудырып өтті. Жылдар өте келе Айсұлу әкесінің анасын жиі ұрып соғатынына да бойы үйреніп кеткен еді. Өздері тұратын ауылда мұндай жағдай таңсық саналмайтын, тіпті бұдан да ауыр оқиғалар болып жататын. Әйелдің пешенесіне жазылғаны осы ғой қызым дейтін анасы Күләш бетіне тағы бір көгерген із түскен сайын. Осылайша Айсұлу өзгелер үшін мүлде кешірілмейтін қатыгездікті қалыпты өмірдің бір бөлшегі ретінде қабылдап өсті. Мінезі жуас болатын, үйде де мектепте де құрбыларының арасында да ешкімнің көзіне түспеуге тырысатын. Өзі де аса көз тартарлықтай сұлу емес еді. Көптің арасынан ерекшеленбейтін қарапайым ғана келбет. Сондықтан ауыл жігіті Мұрат оған көңіл бөле бастағанда Айсұлудың қуанышында шек болмады. Мұраттың кейде оған дөрекі сөйлейтіні, тіпті бір жолы бетінен тартып жібергені оның көңілін суытпады. Өйткені кейін кешірім сұрады. Оның үстіне Айсұлудың сол оқиғаға өзі кінәлін санады. Өзім артық сөйлеп қойдым деп ақтайтын өзін. Ал құрбысы Зере Мұратқа тұрмысқа шықсаң анаңның тағдырын қайталайсың деп қанша ескерткенімен Айсұлу оған сенбеді. Қызғаныштан айтып жүр, өзінің әлі сүйген жігіті де жоқ. Оның үстіне Мұрат әкем сияқты емес, ол арақ ішпейді деп ойлайтын. Шынында да Мұраттың ішімдікке әуестігі болған жоқ. Жастық шағында Айсұлуға үйренгеннен кейін араққа жоламады, бірақ анда-санда ашуға булыққанда қол көтеріп жіберетін. Алайда Айсұлу үшін бұл тосын нәрсе емес еді. Әйелдің көрері осы шығар деп өзін жұбататын. Арада бірнеше жыл өтті. Айсұлу күйеуі Мұрат және 8 жасар ұлдары Дәулет тұратын ауыл қала аумағына қосылып, жаңа ықшамауданға айналды. Оған Береке ықшамауданы деген атау берілді. Бәлкім енесі өмірден озбағанда Айсұлу бүкіл ғұмырын өзін бақытты әйелмін деп есептеп, күйеуінің дөрекілігіне үнсіз көнумен өткізер ме еді. 47 жасында алдымен енесі қатты сырқаттанып, көп ұзамай дүниеден өтті. Күйеуі Мұрат Нәзира Сейітқызы Сейітованың жалғыз ұлы. Анасының қазасына қатты қайғырғандай көрінбеді. Керісінше мұраға қалған дүниені қалай жұмсауды есептеп отырды. Анамның пәтерін сатамыз да өзімізге 2 бөлмелі пәтер аламыз. Сәті түссе 3 бөлмелі үйге де қол жеткізеріміз анық. Осы тар үйден әбден шаршадым. Сәл ойланып барып сөзін жалғады. Ал Ақбұлақ ауылындағы үйдің пайдасынан машақаты көп сияқты. Бала күнім сонда өтті ғой. Қазір ауыл қаңырап бос қалған. Үйлердің көбі иесіз. Ол үйге қызығатын адам табыла қоюы екіталай. Оны жазғы демалысқа арналған саяжай ретінде пайдалануға болады ғой. Енеңіз бақшаның ерекше күтім ұстайтын еді, деді Айсұлу батылсыздау үнмен. Оның басқа айналысатын шаруасы болмаған шығар, бақшадан шықпайтын. Ал мен енді өмір бойы жер қазып, белімді ауыртпаймын. Бала күнімде жетерлік еңбек еттім. Ол кезде 90-шы жылдардан қиын кезең еді. Тамақ тапшы болатын, көбіне картоппен күнелтік. Қазір заман өзгерді. Қалаған көкөнісімді дүкеннен ақ сатып аламын. Сәл үнсіз қалған соң, қалай болғанда да әлгі үйді сатып көру керек. Сен барып үйді жинастырып кел, мүмкін біреу сатып алар деді. Әңгіме болып отырған үй Мұраттың ата-әжесінен қалған қара шаңырақ еді. Мұраттың өзі дәл сол үйде дүниеге келген. Айсұлуға да ол үйді сату ауыр тиді. Өйткені Нәзира ата қонысын ерекше қадірлейтін. Жаз бойы сол ауылда тұрып, қыс мезгілінде демалыс сайын барып қайтатын. Соған қарамастан Айсұлу күйінен сөз таластырмады. Тіпті енесінің қазасы өзіне қаншалықты ауыр тигенін де білдірмеуге тырысты. Екеуінің арасы өте жақын болды деуге келмейтін. Дегенмен Нәзира келінін ешқашан ренжіткен емес. Бір ауыз
ауыр сөз айтып көрмеген. Күйеуінің тапсырмасын орындауға асыққан Айсұлу келесі демалыста Ақбұлақ ауылына барып, ескі үйді ретке келтіруге кірісті. Үйдің сыртқы көрінісі жаман сақталмаған екен. Көз алдында жайқалып тұрған көкөніс атсыздарын көргенде ол еріксіз күрсініп қойды. Шіркін-ай, Мұрат осы жерде саяжай жерінде қалдыруға келіскенде ғой. Жаз сайын осында келіп, табиғат аясында демалар едік. Оның үстіне ауыл біздің небәрі 7 шақырым жерде деп ойлады. Ол бақшаны аралап жүріп, жолай кездескен арамшөптерді жұлып шықты. Кейін тот басқан бөшкеден су алып, сәбіз бен пияз егілген атсыздарды суарды. Бар шаруасын аяқтаған соң ғана үйге кірді. Үйдің іші күткеннен әлдеқайда жинақ екен. Айсұлу еріксіз жымиды. Нәзира тазалықты жақсы көретін. Оның осы қасиеті ауылдағы қарапайым үйдің өзінен ақ анық сезіліп тұрды. Демек, мұнда көп уақыт жұмсамаймын деп күбірледі ол. Әйел үйдің барлық бұрышын сыпырып, жиһаздардың үстіндегі шаңды сүртті. Кейін енесінің кейбір заттарын сұрыптай бастады. Тозығы жеткен киімдерді, ескі кітаптарды, сарғайып кеткен суреттерді қапқа салып жатқан кезде пештің арғы жағынан бірдеңе құлағандай күңгірт дыбыс естілді. Айсұлу сол жаққа бет алды. Кейін жер сылағы түсіп қалған үлкен пешті айналып шыққанымен ештеңе көрмеді. Бірақ дәл сол сәтте көзі қарсы қабырғаға түсіп, бұрын байқамаған жіңішке есікті аңғарды. Әлдебір қойма шығар деп ойлаған ол қабырғаға жақындай түсті. Есік ішінен кілттеліп тұр екен. Сонда Айсұлу сөмкесінің өзімен бірге ала келген кілттердің шоғырын шығарды. Мына кілттерді ал, барып үйдің бәрін ретке келтіріп шық деді. Күйеуі жолға шығар алдында кілттің шоғын Айсұлудың қолына ұстатқан еді. Айсұлу кілттердің бірін құлыпқа салып көрді. Расында кілт дәл келді. Есік жайлап ашылып, қараңғы бөлмеге кіргенде бейтаныс өзгеше иіс танауын қытықтады. Қабырғаны сипалап жүріп электр қосқышын тауып басты. Күңгірт шам жанған сәтте Айсұлу шошып кетті. Еріксіз бір қадам кейін шегінді. Бөлменің 4 қабырғасы тұтас суреттермен көмкерілген екен. Ал оң жақ бұрышында шағын ғана қасиетті орын секілді жасалған бұрыш тұр. Алғаш көрген адамның ойына дәл сондай әсер келетін. Ақ матамен жабылған аласа үстелдің үстіне жиектелген сурет қойылыпты. Оның айналасына бірнеше қасиетті бейне ілініп, жанына балауыз шамдар тізіліп қойылған. Айсұлу бөлмедегі ерекше иістің қайдан шығып тұрғанын енді түсінді. Ол балауыз шамдардың иісі еді. Бөлменің ауасы кішкентай мешіттің немесе зират үйінің ішіндегідей жұпарланып тұр екен. Сол иіс оған бала кезінде әжесі ертіп баратын қасиетті орындарды еріксіз еске салды. Жүрегіндегі үрейді жеңіп Айсұлу бөлмені мұқият шолып шықты. Қабырғадағы суреттерден де, үстелдің ортасына қойылған жиектегі суреттен де күйеуі Мұраттың кішкентай кезінде шетінеп кеткен інісін таныды. Оның есімі Ерасыл болатын. Ерасыл 2 жасқа толмай өмірден өткен еді. Айсұлу бұл жайында бұрыннан білетін, сондықтан Нәзираны әрдайым аяйтын. Баласынан айырылу ана үшін ең ауыр қайғы екенін жақсы түсінетін. Бірақ бұл тақырыпты енесімен де, Мұратпен де ешқашан қозғамаған. Әсіресе Мұрат балалық шағы туралы сөз болғанын ұнатпайтын. Айсұлу ауыр күрсініп, жасырын бөлмені тағы бір рет шолып шықты. Осы қолдан жасалған қасиетті бұрыштан басқа мұнда ештеңе жоқ екен. Бірақ үнсіз тұрған соң сыртқа шығып, есікті қайтадан кілтпен құлыптады. Үйіне қайта жолда оның ойынан жаңағы бөлме кетпеді. Алғашында үрейлендірген көрініс енді оған қорқынышты емес, керісінше жүрекке ауыр тиетін мұң болып көрінді. Нәзираны бұлайша қайғысын жеңілдетуге тырысқан үшін ешкімнің айыптауға қақысы жоқ еді. Балаңнан айырылудың азабы ешқашан ұмытылмайды. Тіпті арада қанша жыл өтсе де, ондай жараның орны оңайлықпен жазылмайды. Айсұлу мұны анық түсінді. Өйткені оның өміріндегі ең қымбат жаны ұлы дәулет еді. Егер Құдай сақтасын ұлынан айырылып қалса, өзі де сол сәтте өмір сүре алмайтынын сезетін. Бірақ енді бір мәселе мазасын алды. Осы көрген Мұратқа айту керек пе, әлде үндемей қалған дұрыс па? Мұрат мұны естісе ашуға булығатын Айсұлу жақсы білетін. Сондықтан оның қаһарына ұшыраудан қорықты.
Сонымен бірге пештің ар жағында жасырын бөлме бар екенін жасырып қалуға да болмайтын. Ертең үйге сатып алушы келсеше, ондайда бәрі белгілі болады. Оның үстіне Мұрат үйді сатуға дайындап, түгел тазалап шығуды тапсырған. Демек үйдегі артық бөлмені байқамаған болып, өте шығуы мүмкін емес еді. Кешке Мұрат жұмыстан келгенде Айсұлу батылдан бәрін айтып берді. «Әй, рас екен ғой, анамның әлгі құлшылық жасайтын бөлмесі мүлден ұмытып кетіппін», деді Мұрат қабағын түйіп. Бір сәт үнсіз отырды да қатқыл дауыспен: «Ертең қайта барасың, ішіндегі бар дүниені жинап, бәрін қоқысқа шығарып таста. Ең бастысы, бұл туралы ешкімге тіс жарма. Түсіндің бе? Жұрттың бәрі анамды есі дұрыс емес адам екен деп жүрмесін», деді. «Сонда сен ол бөлме туралы бұрыннан білдің бе?» деп Айсұлудың аузынан еріксіз шығып кетті. Мұрат жақтырмаған кейіппен қабағын түйді. «Әрине білдім, талай рет қойдырмақ болдым, бірақ көнбеді. Меніңше ол ауылға бақша күту үшін емес, күні бойы сол бөлмеде отыру үшін барып жүрген, әбден есінен алжасқан адам еді». Ол әйеліне сұстана қарап: «Құлағыңа құйып ал, әлгі бөлме туралы бір адамға айтып көр, естіген күні саған жақсы болмайды», деді. Осы сөзін нығайтқандықтан жұдырығын түйіп Айсұлудың бетіне тақады. Айсұлу үндемеді. Келесі күні таңертең ол тағы да Ақбұлақ ауылына жол тартты. Әуелі сақтық үшін ауланы түгел аралап шықты. Сосын үйдің әр бөлмесін қайталап мұқият қарап шықты. Бірақ кешегі жасырын бөлмеден басқа ешқандай күмәнді нәрсе байқалмады. Содан кейін ғана Айсұлу әлгі бөлменің есігін ашып, Нәзираның көзі тірісінде ерекше қастерлеген заттарын біртіндеп жинай бастады. Іштей ол бұл жерді енемнің сыр бөлмесі деп атап қойған еді. Өйткені дәл осы бөлме мен оның ішіндегі дүниелер Нәзираның жүрегіндегі қайғыны жеңілдетуге демеу болғандай көрінетін. Алдымен Айсұлу қабырғадағы кішкентай Ерасылдың барлық суреттерін абайлап шешіп алды. Оларды ұқыптап бірінің үстіне бірін қойып, лентамен байлап қойды. Кейін одан да үлкен сақтықпен қасиетті бейнелерді қабырғадан түсірді. Оларды сол күні ауылдағы мешітке апарып тапсыруды ұйғарды. Тіпті мешіттің иманын сұрай қалса, не айтарын да ойластырып қойған еді. Бар шындықты айтады. Тек бұл бейнелердің Нәзираның жасырын бөлмесіне сақталғанын ғана айтпайды. Ең соңында ақ матаның үстіне тұрған шектелген суретті қолына алды. Суреттегі күлімдеп тұрған кішкентай Ерасылдың жүзінде ұзақ қарап қалды. Сол сәтте еріксіз өз ұлы Дәулетті көз алдына елестетті. Егер дәл осындай қайғы менің басыма түссе, мен қалай өмір сүрер едім? Осы ой оның жүрегін шымырлатып жіберді. Ақыры Айсұлу шектелген суретті қолына алды. Оны таза орамалға ұқыптап орай бергенде суреттің артында тығылып тұрған ескілеу дәптерді байқап қалды. Дәптерді қолына алған бойдақ оның Нәзираның жазуы екенін таныды. Енесі мереке сайын Мұраттың отбасына сыйлайтын ашық хаттардың бәрін дәл осындай ірілеу, сәл қисықтау әріптермен жазатын. Айсұлу дәптердің кез келген бетін ашып қалды. Бүгін 1 мамыр, жұрттың бәрі мерекелік шеруге кетті. Мен өзімді сырқат етіп көрсеттім. Адамдар мені Ерасылды әлі күнге дейін жоқтап жүр деп аяйды. Жазбаның астына күні көрсетіліпті. Сол сәтте Айсұлу қолындағыны кәдімгі күнделік екенін түсінді. Денесін белгісіз бір үрей биледі. Бұл дәптерде қандай құпиялар жасырылған екен деген ой жанын мазалай берді. Күнделікті өзімен бірге ала шыққан Айсұлу шағын бөлмедегі барлық затты сыртқа шығарып мұқият тазалап шықты. Енді ол жерден басқа бөлмелердің еш айырмашылығы қалмаған еді. Қарапайым ғана қойма сияқты көрінді. Шолай ауылдағы мешітке соғып қасиетті бейнелерді сонда тапсырды. Содан кейін ғана үйіне қайтты. Үйге келген соң күнделік пен Ерасылдың қабырғадан алынған суреттерін ешкім көрмейтін жерге мұқият жасырып қойды. Ал жиектелген түрлі түсті суретті ғана сыртта қалдырды. Мұраттан сұрап көрейін, мүмкін мұны лақтырмас. Ерасылдың жалғыз түрлі түсті суреті ғой. Отбасылық суреттердің қасына қойсақ та артық емес шығар деп ойлады. Кешке жұмыстан келген Мұрат суретті көрген бойда өңі бұзылып кетті. «Мынау не? Мұны неге үйге алып келдің?» деп айқай салды. Бетіне қан жүгіріп, ашудан көзі қанталап кеткенін көрген Айсұлу бойын қорқыныш билегенін сезді. Ал Мұраттың
бұлай ашуланаларын мүлде күтпеген еді. Мен не істерімді білмедім, деді ол тұтығып. Сондықтан мен саған бәрін қоқысқа тастадым дедім ғой, құлағыңа кірді ме? Бірақ бұл Ерасылдың жалғыз түрлі түсті сурет екен. Үйге қойсақ, не істемексің? Осы үйдің ішінде де сондай бұрыс жасағың келе ме? Жоқ, мен тек естелік ретінде. Сөзін аяқтай алмады. Мұраттың жұдырығы самайына сарт ете қалды. Айсұлудың ауырсынып айқайлап жіберді. Қазір алып шық, қоқысқа таста, деді Мұрат тістеніп. Оның суық жанары Айсұлуды одан әрі үрейлендіріп жіберді. Айсұлу суретті құшақтай ұстап сыртқа қарай жүгірді. Артынша Мұраттың дауысы естілді. Байқа, бұл жолы шынымен қоқысқа таста, мен терезеден бақылап тұрамын. Ертеңіне Айсұлудың сол жақ қасының үсті көгеріп шыға келді. Айнаға қарап тұрып, ол көгерген жердің бас киіммен қалқасымен жабылып қалатынына іштей қуанды. Сонда жұмыстағы ешкім байқамайды. Айсұлу азық-түлік дүкенінің сүт өнімдері бөліміне сатушы болып істейтін. Қызметтік бас киімі мұнда кез келген талай рет көмегін тигізген. Таңертең Мұрат жұмысқа шығып кеткен бойда Айсұлу кеше жасырған күнделік пен Ерасылдың қалған суреттерін сөмкесіне салып алды. Егер Мұрат оларды үйлерден тауып алса, жағдайдың соңы жақсылықпен бітпейтін жақсы білетін. Қоқыс жәшігінің қасынан өте бергенде лентамен болған ақ-қара суреттерді қимай-қимай жәшікке тастады. Біраз үнсіз қарап тұрды. Ал Нәзираның күнделігін ұзақ ұстап тұрып, қайтадан сөмкесіне салды. Мұны жұмыстағы киім ауыстыратын бөлмедегі шкафыма жасырып қоямын. Оның үстіне Мұрат бұл дәптердің бар екенін білмейді. Сондықтан іздемейді де, деп ойлады. Жұмыста қолы сәл босаған кезде Айсұлу күнделікті алғашқы бетін бастап оқи бастады. Алланың жазғанына адам қарсы тұра алмайды. Жақында ғана Мұратты құшағыма алып, күйеуімнен қашып кетуді ойлаған едім. Қайда болса да кетуге дайын болдым. Тек одан алыстағым келді. Бірақ сол бір түннен кейін аяғым ауырлап қалды. Демек тағдырым осылай жазылған шығар. Енді қандай қиындық болса да, оның жанында қалуға мәжбүрмін. Бір қызығы, кейде мен оны әлі де жақсы көретіндеймін. Өйткені ол балаларымның әкесі. Қазір құрсағымдағы тағы бір сәбиін көтеріп жүрмін. Сонда ол менің жүрегімдегі барлық сезімді әлі де өшіре алмағаныма. Айсұлудың денесі дір ете қалды. Ол күнделікті жалма-жан жауып қойды. Өйткені Нәзираның күйеуін, яғни Мұраттың әкесін ол ешқашан көрген емес. Тек Ерасыл қайтыс болғаннан кейін арада жарты жыл өтпей-ақ оның да дүние салғанын ғана білетін. Сондықтан Айсұлу осы уақытқа дейін Нәзираны қатарынан күйеуі мен сәбиінен айырылып, жалғыз өзі кішкентай Мұратты өсірген бейшара ана деп қана аяйтын. Ал енді ғана ол мүлде басқа шындықты білді. Мұраттың әкесі де өз ұлындай қатыгез адам болып шыққан екен. Ол да әйеліне қол көтерген. Тіпті Нәзираны бір кезде кішкентай Мұратты алып, одан қашып кетуге ойлаған. Айсұлу алғаш рет өмірінде терең ойға батты. Сонда мұның бәрі дұрыс емес қой. Әйелін ұру қалыпты нәрсе емес екен ғой. Демек барлық ер адам бірдей емес. Осы кезде оның есіне Зере түсті. Құрбысы осыдан 3 жыл бұрын тұрмысқа шыққан. Зеренің күйеуі оған ешқашан дауыс көтерген емес, тіпті ауыр сөз айтпайтын. Сонда шынымен де әйелдің тағдыры тек қорлыққа төзу ғана емес пе? Зеренің күйеуі оған дәл бала кезінде Зеренің әкесі қызына қарағандай қарайтын, көзіне мейірім мен сүйіспеншілік төгіліп тұратын. Айсұлу ауыр күрсініп қойды. Өмірінде бірде-бір ер азаматтың шынайы мейірім көрмепті. Әкесінің де, күйеуінің де махаббатын сезініп көрген емес. Демек әр әйелдің маңдайына сүйетін азамат жазыла бермейді екен. Менің де тағдырым осындай шығар деп ойлады. Келесі апта бойы қолы қалт еткен сайын Айсұлу Нәзираның күнделігін оқуды жалғастырды. Күнделіктегі ең ауыр оқиғаларға жеткенде ол кітаптан көзін ала алмады. Тіпті сақтықты да ұмытып, дәптерді жұмыстан үйіне алып келді. Ерасылдың шын мәнінде қалай қаза тапқанын оқығанда Айсұлу көз жасына әрең ие болды. Осы уақытқа дейін ол Ерасыл пештің бұрышында абайсызда соғылып, содан көз жұмған деп қана білетін. Ал күнделіктегі шындық мүлде басқа еді. Сол күні Мұраттың әкесі тағы да ашуға мініп, әйеліне қол көтерген. Нәзира сол сәтте Ерасылды құшағына қысып тұрған. Күйеуінің жойқын соққысынан әйел
тепе-теңдігін жоғалтып, сәбиімен бірге жерге құлап кеткен. Кішкентай Ерасыл басын пештің қырына қатты соғып алған. Алғашында ол жыламаған, бірақ түнге қарай дене қызуы көтеріліп, денесі құрса бастайды. Жедел жәрдем шақырылғанмен келесі күні таңертең сәби ұйықтап жатып мәңгілікке көз жұмады. Күнделігінде Нәзира күйеуінің болған жайттың бәрін ешкімге айтқызбай қорқытып тастағанын жазыпты. Ол кезде Нәзира шынымен қорқып қалған, сондықтан ешкімге тіс жармаған, бірақ болған жағдаймен ешқашан келісе алмады. Сол күннен бастап ол тірі адамнан гөрі көлеңкеге көбірек ұқсай бастады. Тамаққа тәбеті тартпайтын, түнде ұйықтай алмайтын, ойынан бір ғана нәрсе кетпейтін, кінәлі адамның жазасын беру. Ауылда жұрт ерекше қасиеті бар деп сенетін жалғыз ізлікті кемпір тұратын. Бір күні Нәзира өзіден не үшін бара жатқанын түсінбей, сол кейуананың үйіне келеді. Әже ештеңе сұрамады, тек қалың қастарының астынан үнсіз қарап отырып, анда-санда басын шайқай берді. Біраздан кейін сөреден қара түсті кішкентай құтыны алып, Нәзираның қолына ұстатты. Мұны сорпасына құйып жібер, қышқыл көже дайында, сонда ештеңеден күдіктенбейді. Бірақ есіңде болсын, не істеп тұрғаныңа бір сәтте күмәнданушы болма, әйтпесе өмір бойы өкінесің. Әжейдің даусы одан сайын салмақтана түсті. Не ол өледі, не үлкен ұлыңнан айырыласың, таңдау өзіңде. Бірнеше күннен кейін Нәзираның күйеуі іші қатты ауырып, аудандық ауруханаға жеткізеді. Сол күні қышқыл көже ішкен болатын. Дәрігерлер оның асқазан жарасы асқынып кеткенін айтып, таңертең ота жасаймыз деп шешеді. Алайда таң атқанша ол көз жұмды. Ешкім оның өліммен күмәндамаған жоқ. Дәрігерлерде ауыл адамдарда мұны жазым болған жағдай деп қабылдады. Жұрттың бәрі бірінен соң бірі қайғы көрген Нәзираны ғана аяды. Осының бәрін оқыған Айсұлу ұзақ уақыт өз-өзіне келе алмады. Көңілін бір ғана сұрақ мазалай берді. Мені де, Дәулетті де алда не күтіп тұр? Мұраттың мінезін ол жақсы білетін, ашуы келгенде өзін ұстай алмайтын. Егер бір күні осы оқиға қайталанса ше, осы ой оны күндіз де түнде де мазалай бастады. Тіпті түсінде Мұраттың байқамай Дәулетке зақым келтіргенін қайта-қайта көретін болды. Әр жолы маңдайы тергеме алынып, шошып оянатын. Бір күні Мұрат әйеліне күмәндана қарап, саған не болған өзі? Соңғы кезде біртүрлі болып жүрсің ғой деді. Айсұлу селк етіп, басын көтерді. Ең қорқатыны Мұраттың күнделік туралы біліп қою еді. Сонымен бірге оның тағы бір нәрсені білгісі келетін. Мұрат әкесінің кесірінен Ерасылдың қаза тапқанын біле ме екен? Әрине мұны сұрауға батылы жетпеді. Ерасыл туралы тағы бір ауыз сөз қозғаса, арты немен аяқталатынын жақсы білетін. Ештеңе емес, соңғы кезде өзімді шаршаңқы сезініп жүрмін, деді барынша сабыр сақтап. Шаршапсың ба? Деп Мұрат мысқылдай күлді. Неден шаршадың? Дүкенде қаймақ пен айран сатып тұрғаннан ба? Мен сияқты жұмыс істеп көрсең, нағыз шаршаудың не екенін білер едің. Ол орнынан тұрып жатып, бүгін кешке қаймақ қосып қышқыл көже пішірсе, көптен бері жегім келіп жүр. Анамның ауылдан жіберген 40 қабатын бекер әкелген жоқпыз ғой, деді. Мұны естігенде Айсұлудың жүрегі зу ете қалды. Жоқ, әлде ол күнделікті тауып алды ма? Бірақ Мұраттың түрінен еш күдік байқалмайтын. Сонда да Айсұлудың бойын үрей биледі. Ол үндемей басын изеді. Сол кеште күйеуінің өтініші бойынша қышқыл көже әзірледі. Ал дастарханды дайындап болған соң Мұраттың үйге келуін жүрегі атқақтап қорқынышпен күтіп отырды. Бірақ сол кеште, одан кейінгі бірнеше күнде де Мұрат анасының күнделігі жайында бір ауыз сөз айтпады. Соған қарамастан Айсұлу сақтық жасап күнделікті басқа жерге жасырып қойды. Бұл жолы оны күйеуінің қолына түспейді деп сенген орынға тықты. Содан кейін өзіне қатаң уәде берді. Енді күнделіктен оқығандарын ойламайды. Өйткені сол ойлардың өзі басына жаңа бәле әкелетіндей көрінді. Алайда ойламауға қанша тырысса да қолынан келмеді. Бұрын Айсұлу өз өмірін жаман деп есептемейтін, көпшіліктің тіршілігі сияқты ғой деп ойлайтын. Тіпті күйеуінің арақ ішпейтініне іштей мақтанатын. Иә, үлкен мерекелерде ғана аздап ішетін. Есесіне тұрақты жұмыс істейді, табысы да жаман емес. Екеуі жаңа кір жуатын машина алды. Үйге жаңа диван сатып әкелді.
Ал ұлы Дәулетті Айсұлу жанындай жақсы көретін, сондықтан ол өз отбасын бақытты отбасы деп санайтын, бетіндегі көгерген іздерге де үйреніп кеткен еді. Өзім де кінәлі шығармын деп өзін жұбататын. Мысалы, Ерасылдың суретін үйге әкелгенде алдымен Мұраттан сұрауы керек еді. Мүмкін сол сурет оның көңіліне ауыр тиетін шығар. Осының бәрін ойлап, Айсұлу өз тағдырына ешқашан өкпелеген емес. Бірақ Назираның күнделігін оқығаннан кейін бәрі өзгерді. Дүниеге деген көзқарасы мүлде басқа арнаға бұрылды. Енді ол бұрын байқамаған нәрселерді анық көре бастады. Мұраттың әрбір дөрекі сөзі, әрбір суық қабағы, тіпті өз ұлына деген салқын қарым-қатынасы да көзге анық көрінетін болды. Дәулет тұйықтау бала болып өсті. Әкесімен жақын араласқан емес, оның барлық тәрбиесі мен қамқорлығы түгелдей Айсұлудың мойнында еді. Баланы тәрбиелеу әйелдің шаруасы дейтін Мұрат. Дәулет кішкентай кезінде әкесіне жақындағысы келетін, бірақ өсе келе әкесін мазаламаған дұрыс екенін өзі де түсінді. Бұрын Айсұлу мұны қалыпты жағдай деп қабылдайтын. Баламен көбіне аналар айналысады ғой. Расымен де балабақшада да, мектепте де, ата-аналар жиналысына да көбіне аналар келетін. Әкелер өте сирек көрінетін. Бірақ соңғы кезде Айсұлудың көшеде баласының қолынан ұстап күліп келе жатқан әкелерді көрген сайын жүрегі шым ете түсетін. Шіркін, Мұратта бір рет болса да Дәулетті осылай қараса ғой. Ұлы мектепте өте жақсы оқитын, мұғалімдері оны үнемі мақтайтын. Дәулет есепті бәрінен бұрын шығарады. Математикаға ерекше қабілеті бар дейтін. Айсұлу осы қуанышты Мұратпен бөліспек болып талай рет айтқан, бірақ күйеуі тыңдауға да зауқы соқпайтын. Алайда соңғы уақытта оны мазалаған нәрсе бұл ғана емес еді. Айсұлу енді Мұратты бұрынғыдан да қатты қорқатын болды. Бұрын да қорқатын, бірақ ол қорқынышын өмірдің ажырамас бөлігі сияқты көрінетін. Ал енді бәрі өзгерді. Мұрат ашуланғанда көзінің қалай өзгеретінін, сол сәтте жүзінен қандай қатыгездіктің байқалатынын, өзі көрген ауыр соққыларды бәрін қайта-қайта есіне алатын. Егер бір күні ол өзін мүлде ұстай алмай қалса ше, егер бір күні орны толмас қайғы болып кетсе ше, Назира да кезінде мұндай қасіретке душар боламын деп ойламаған шығар. Бірақ бір сәттік ашу оның сәбиінің өмірін жалмап кетті. Осы ой Айсұлуды күн сайын қалтырататын. Бір күні оның ең үлкен қорқынышы шындыққа айналды. Мұрат Назираның күнделігін тауып алды. Айсұлу Дәулетті жетектеп үйге кірген бойда күйеуі ештеңе сұрамастан қолындағы дәптерді бұлғап, «Сенің есің дұрыс па өзі?» деп айқайлады. «Мұны қайдан алдың? Жауап бер». Ол Айсұлудың алқымынан ала түсті. «Ауылдағы үйден», деді Айсұлу әрең демалып. Мұрат оны қатты итеріп жіберді. Айсұлу киім ілгішке соғылып оны құлатып алды. Дәулет қорыққаннан жылап анасына қарай ұмтылды. Бірақ Мұрат баланы итеріп жіберіп қайтадан Айсұлудың үстіне төне түсті. Айсұлу күйеуінің көзіне қарады. Қан толған жанар, ашудан дірілдеген жүз. Сол сәтте оның жүрегін бір ғана ой тіліп өтті. Бітті. Ол дәл қазір Мұрат өздерін өлтіріп жіберу мүмкін екенін анық сезінді. Кенет айналаның бәрі тұманданып кеткендей болды. Бір сәтке есінен танып қалғандай әсерде болды. Көзін ашқанда Мұрат сәл әрірек тұрып телефонмен сөйлесіп жатқан екен. «Айттым ғой, ертең барамын. Не қайта-қайта сұрайсың? Жарайды, болды, сөйлесе алмаймын. Үйде шаруам бар», деді де телефонды өшірді. Осы сәтте пайдаланған Айсұлу Дәулеттің қолынан шап беріп ұстап сыртқа қарай жүгірді. Қалай шыққанын өзі де білмеді. Бар ойы баласын аман алып қалу еді. Қорқыныш оның бүкіл денесін билеп алғандықтан бәрін бейсаналы түрде істеп жатты. Есін жиғанда екеуі Зеренің үйінің алдына келіп қалыпты. Арттарына қайта-қайта қарап, соңдарынан ешкім келмегеніне көз жеткізді. Сосын аула қақпасын асығыш ашып, ішке кіріп кетті. Зере күйеуі Қайратпен бірге ата-анасынан қалған кең аулада тұратын. Үйді алғаннан бері екеуі оны толық жаңартқан еді. Ауыз су кіргізген, жылу жүйесін жүргізген, шатырын ауыстырған, қабырғаларын жаңартып, айналасын биік қоршаумен қоршаған. Сол биік қоршауды көргенде ғана Айсұлу алғаш рет өзін қауіпсіз сезінгендей болды. Биік қоршаудың ар жағында тұрғанын сезгенде ғана Айсұлудың кеудесін қысып тұрған үрей біртіндеп сейіле бастады. Өзін қауіпсіз жерге жеткендей сезініп,
терең тыныс алды. Айсұлу, не болды деген дауыс естілді. Терезеден көріп қалған Зере сыртқа жүгіріп шыққан еді. Құрбысының қорқыныштан өңі қуарып кеткен жүзін, бетіндегі көгерген іздерді көргенде еріксіз жұдырығын түйді. Тез үйге кіріңдер, деді ол. Біраздан кейін Айсұлу болған жайды қысқаша айтып берді. Тек Нәзираның жасырын бөлмесі туралы да, күнделіктен оқыған құпиялар туралы да тіс жармады. Оған екі себеп бар еді. Біріншіден, Мұрат бұл туралы ешкімге айтпауын қатаң ескерткен. Екіншіден, Нәзираның аруағына кір келтіргісі келмеді. Зере, енді не істерімді білмеймін, деді Айсұлу көз жасын әрең тежеп. Үйге қайтуға қорқамын. Сен енді ол үйге мүлде бармайсың, деді Зере ашуланып. Тіпті өзің барғың келсе де жібермеймін. Осы уақытқа дейін ештеңе байқамағансып жүргеніме өзім өкінемін. Айтшы, Мұратты сонша жақсы көресің бе? Осынша қорлыққа төзіп жүргенің не? Айсұлу үнсіз отырып қалды. Мен ер адамның махаббаты қандай болатынын білмейтін шығармын, деді жай ғана. Зере жақындап келіп құрбысын құшақтап алды. Онда не үшін шыдап жүрсің? Ең болмаса дәулетті ойлашы. Бүгінгі көріністі көрген бала қандай ауыр болғанын елестетші. Айсұлу басын изеді. Дұрыс айтасың. Бұрын мұның соңы осынша қорқынышты болуы мүмкін екенін түсінбеппін. Бірақ енді қайда барамын? Анамның үйіне ме? Ол жақта да жағдай бұдан жақсы емес. Әзірге бізде боласың. Ар жағын кейін көрерміз. Қорқатыны Мұрат бізді ең алдымен осы жерден іздейді. Іздесе іздесін, келсін, өзім сөйлесемін. Қажет болса бетін қайтарып жіберемін. Бірақ ол оңайлықпен бұл жерге бас сұға қоймайды. Өйткені енді істеген ісінің жауапсыз қалмайтынын біледі. Қалай сонда? Осы уақытқа дейін сені ешкім көрмейтін жерде қорлап келді. Ал бұл жолы бәрі басқаша. Ол шектен шықты. Айсұлу мұндай әрекет үшін заң алдында жауап береді. Зере сәл ойланып, қазір-ақ полицияға барайық. Дәрігерге қаралып денеңдегі жарақаттың бәрін тексертеміз. Сонда Мұрат бұл жолы жазадан құтыла алмайды. Жоқ, Зере, ондайға бара алмаймын, деді Айсұлу қорыққан күйі. Өкінішті, өйткені дәл осындай адамдар заң ғана тоқтата алады. Бір сәт үнсіздіктен кейін Зере күлімсіреп, шіркін, сенің жаныңда қорғайтын жақсы азамат болса ғой. Айсұлу таңырқап қарады. Не айтып тұрсың? Мен тұрмыстамын ғой. Зере мұңая жымиды. Тұрмыста болу басқа, бақытты жар болу басқа. Айсұлу, саған бір күні осыны жүрегіңмен сезінуді тілеймін. Сол кезде ғана ер адамның шынайы махаббаты қандай болатынын түсінесің. Зере айтқандай болды. Сол күні Мұрат келмеді. Ертесіне ғана іздеп шыққан екен. Әуелі Айсұлу жұмыс істейтін дүкенге барыпты. Бірақ оны таппаған. Өйткені Айсұлу бұл күні жұмысқа да бара алмады. Бетіндегі жарақаты енді бұрынғыдай бас киіммен жасыру мүмкін емес еді. Сондықтан дүкен меңгерушісінен бір аптаға ақысыз демалыс сұрап алды. Меңгерушісі Гүлнар бәрін бірден түсінді. Сұрақ қоймады. Өйткені дүкендегі қызметкерлердің көбі Айсұлудың үйінде не болып жатқанын бұрыннан сезетін. Кейде өзара әңгімелескенде оны аяп та жүретін. Түс ауа Мұрат Зере тұратын үйдің алдына келді. Сол кезде Зеренің күйеуі Қайрат аулада бірдеңе істеп жүрген. Алдымен ол Мұратпен сөйлесті. Екеуінің не айтқаны белгісіз. Бірақ біраздан кейін Қайрат үйге кіріп, Айсұлу, Мұрат келді. Сенімен сөйлескісі келеді. Сыртқа шық, ештеңеден қорықпа. Мен тұрғанда ол саған қол көтере алмайды, деді. Зере күйеуіне ризашылықпен қарап алды. Дұрыс айтасың, ондай адамдар өзінен әлсіздерге ғана батыр. Бар Айсұлу, біз қасыңдамыз. Сәл кідіріп, кеше айтқан сөзін тағы да еске салды. Есіңде болсын, оның сөзіне ерме. Не шешсеңде өз шешіңмен тайма. Сен шешіміңді қабылдадың ғой. Айсұлу үнсіз басын изеді. Сыртқа шыққанда Мұрат аула сыртындағы жаяу жүргіншілер жолымен ары-бері жүр екен. Әйелін көргенде әсіресе көгерген жүзін байқап, көзін тайдырып әкетті. Біраз үнсіз тұрды. Сосын бәсең дауыспен: жарайды, кешір. Ашумен артық кетіп қалған шығармын. Бірақ неге бұлай болғанын өзің де түсінесің ғой. Жүр, үйге қайтайық. Бөтендердің көзінше емес, өзіміз сөйлесейік, деді. Жоқ, Айсұлу басын нық шайқады. Сонда бөтен адамдардың үйінде мәңгі тұрамын дейсің бе? Олардың да шыдамының шегі бар. Қанша уақыт қабылдаса сонша боламын. Одан кейін өз күнімді
өзім көремін деді. Айсұлу бұрын соңды болмаған батылдықпен Мұрат мысқылдай күліп жіберді. Демек ренжіген адам болып ойнамақсың ғой. Жарайды, көрерміз. Қанша уақытқа дейін шыдайтыныңды көрерміз деді Айсұлу сабырмен. Осы сөзді айтқанда ол алғаш рет өз өмірінде қорқыныштан емес, өз таңдауынан сөйлеп тұрғанын сезді. Айсұлу иегін биік көтеріп үйге қарай бұрыла бергенде артында Мұраттың даусы естілді. Тоқтай тұр. Айсұлу бұрылып қарады. Тағы бір өтінішім бар. Анам туралы білгендеріңді ешкімге айтпа. Жұрт түсінбейді. Әңгіме көбейеді. Сосын оның кесірі маған да, Дәулетке де, бәрімізге тиеді. Өзім айтып тұрғанымды түсініп тұрғансың ғой. Айсұлу сабырмен жауап берді. Мен ондай ойда болған емеспін. Нәзираның аруағына дақ түсіргім келмейді. Ал өмірде онсыз да аз қасірет көрген жоқ. Сондықтан уайымдама. Оның сыры өзімен бірге қалады. Мұрат басын изеді. Дұрыс екен. Онда мен кеттім. Ол қақпаға қарай беттей бергенде Айсұлу еріксіз тіл қатты. Мұрат, қызығушылығы қорқыныштан да, ренішінен де басым түсті. Оған бір сұрақтың жауабы ауадай қажет еді. Сен күнделікті соңына дейін оқып шықтың ба? Айсұлу демін ішіне тартып, жауап күтті. Мұрат біраз үнсіз тұрды. Аяғымен жерден қылтиып шыққан көк шөпті түрткілей берді. Сосын ауыр күрсініп, ондайды анамнан күтпеппін деді. Тағы біраз үнсіз қалды. Оны бұрын да біртүрлі адам деп ойлайтынмын, бірақ күнделікті оқығаннан кейін түні бойы көз іле алмадым. Не ойларымды білмедім. Ол сөзін үзіп, жарайды, мұны көшеде талқыламайық. Сен Дәулетті алып үйге қайт. Енді ондай жағдай қайталанбайды. Саған уәде беремін, тіпті ант етемін. Мұрат көзіне тіке қарап, кеше не болып кете жаздаған енді түсіндім. Өзім де қорқып кеттім деді. Осыны айтып бұрылып кетті. Айсұлу үйге қайта кіргенде терең ойға батып кеткен еді. Не деді әлгі күйеуің? Деді Зере бірден сұрады. Айсұлу иығын көтерді. Бәрін түсіндім дейді. Зере мысқылдай күліп жіберді. Әрине, бұрын да талай естіген сөз. Бір ай болмаса 2 ай ғана шыдайды. Одан кейін баяғы қалпына келеді. Сәл үнсіздіктен кейін, әлде шынымен сеніп тұрсың ба? Айсұлу үндемеді. Неге екенін өзі де түсіне алмады. Бірақ бұл жолы Мұраттың өзгерісі келгеніне сенгісі келді. Өйткені ол да Нәзираның күнделігін оқыған. Енді анасының өмір бойы қандай азап шеккенін білетін. Бәлкім осы жолы бәрі басқаша болар. Ол алғаш рет отбасында тыныш өмір сүруге мүмкіндік туғандай үміттенді. Бір аптадан кейін Айсұлу ұлын ертіп үйіне оралды. Мұрат олардан қайтып келгеніне қатты қуанды. Алғашқы күндерінің өзі өте сабырлы ұстады. Әйеліне жылы сөйлеп, қолдан келгенше қамқорлық көрсетуге тырысты. Тіпті Дәулетпен тіл табысуға әрекеттенді. Бірақ кенеттен өзгерген әкесінің мінезі баланы қуантқан жоқ, қайта қорқытып жіберді. Айсұлу да бос қиялға берілген жоқ. Мұрат өмір бойы осылай өзгереді деп сенбеді. Оның тым сыпайы, тым жұмсақ мінезі жасанды сияқты көрінетін. Сондықтан бұл ұзаққа созылмайтын іштей сезді. Сезгені рас болып шықты. Әуелі Мұрат өзін ұстап жүруден жалыға бастады. Кейде зекіп сөйлейтін болды. Бірте-бірте бұрынғы дөрекі мінезіне қайта көшті. Әзірге қол көтермегенімен сөзбен жаралайтын әдеті қайта оралды. Келесі көктемде Мұрат жұмыс істейтін кәсіпорынды басқа компания сатып алды. Көп ұзамай қызметкерлер қысқарту басталды. 2 ай бойы Мұрат күн сайын мені де қысқартып жібермес екен деп алаңдап жүрді. Ақыры солай болды. Ол сол кәсіпорында жастайынан еңбек еткен еді. Сондықтан жұмыссыз қалғанның өте ауыр қабылдады. Көңілі түсіп, күні бойы үйден шықпайтын болды. Жиналған ашуын көбіне Айсұлу мен Дәулеттен алатын. Екеуінің арасындағы алғашқы үлкен жанжал болмашы нәрседен шықты. Ертең дүкенде тауарды түгел түгендеу болғандықтан Айсұлу жұмыстан сәл кешігіп шыққан еді. Үйге кірген бойда Мұраттың ашулы дауысын естіді. Қайда жүрсің сен? Маған кешкі асты өзім жылытып ішуім керек пе? Әйелім бар ма жоқ па өзі? Қазір жылытып беремін деді Айсұлу әдетінше сабырмен. Ол ас үйге өтті. Мұрат соңынан еріп келіп орындыққа отырды. Әйелінің арқасына қадала қарап, жұмысың сондай қызық па? Үйге қайтқың келмейтін болды ғой, деді мысқылдап. Ертең түгендеу болады, соған дайындалдық деді Айсұлу байыппен.
әрине маңызды жұмыс қой, сөрелердегі тауарды санап шығу оңай емес шығар деп күңк етті Мұрат. Жұмыс болған соң бәрі маңызды. Айсұлу осы сөзді қалай айтып қалғанын өзі де аңғармады. Мұрат қабағын бірден түйді. Бұл сөзіңмен нені меңзеп тұрсың? Сенің жұмысың бар да менің жұмысың жоқ дегің келе ме? Айсұлу қолындағы қасығын қимылдатпай қатып қалды, үндемеді. Осынша жыл сендер үшін еңбек еткеннің қадірі қалмағаны ма? Енді мені адам құрлы көрмейсіңдер ғой. Мұрат, мен ондай мағынада айтқан жоқпын. Бірақ ол сөзін аяқтай алмады. Әрине, енді менімен санаспайсың. Үйдің бар тірлігін маған артып қойып, өзің қалаған жеріңде жүресің. Ертең жаңа біреу тауып алсаң да таңғалмаймын. Не айтып тұрсың? Ондайды қайдан шығардың? Неге ондай болмай ма? Анау Серіктің әйелі есіңде ме? Күйеуі жұмысынан айырылған бойда дәулетті біреуге еріп кетті. Ондайды өмірде талай рет көріп жүрміз. Мұраттың күдігі күн өткен сайын күшейіп бара жатқанын Айсұлу анық сезді. Ал бұл олардың шаңырағында жаңа бір ауыр сынақтың жақындап келе жатқанын аңғартқандай еді. Сендердің бәрің бірдейсіңдер деп айқайлайды Мұрат. Еркек ақша тауып жүргенде төңірегінен шықпайсыңдар, ал басыңа қиындық түссе сырт айналып кетесіңдер. Сендерге мүлде жан ашудың керегі жоқ. Ол ашуға булығып жұдырығымен қабырғаны бір қойып қалды. Тарс еткен дыбыстан Айсұлу селк етіп, еріксіз кейін шегінді. Оның үрейлене қараған жанарын көргенде Мұраттың ашуы сәл басылғандай болды. Ол үнсіз орнынан тұрып, жуынатын бөлмеге кіріп, есікті тарс жауып алды. Үй ішін ауыр тыныштық басты. Айсұлу не боларын білмей үнсіз тұрды. Бірақ дәл сол сәтте күтпеген бір нәрсені сезінді. Ол бұрынғыдай Мұраттан жанұшыра қорықпайтын еді. Иә, көңілінде сақтық бар, бірақ баяғыдай бүкіл еркін билеп алатын, дем алдырмайтын үрей жоғалып бара жатқан. Керісінше бойында бұрын болмаған қайсарлық оянғандай еді. Тағы бір рет қол көтерсін. Бұл жолы үндемей қалмаймын. Үнемі қорқып өмір сүру жетер. Мен де адаммын, менің де қадірім бар. Осындай ойлар санасында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол нақты не істейтінін білмесе де, бұрынғыдай әлдеқайда батыл сезінді. Бірнеше минуттан кейін Мұрат жуынатын бөлмеден шықты. Айсұлу ештеңе болмағандай сабырмен: "Тамақ ішесің бе, әлде райыңнан қайттың ба?" деп сұрады. "Ішемін" деді Мұрат қысқа ғана. Үнсіз келіп дастархан басына отырды. Жазға қарай Мұраттың жолы болды. Өз мамандығы бойынша жаңа жұмыс тауып, бұрынғысынан да жоғары жалақы алатын болды. Жаңа қызметке орналасқанына қатты қуанып, күн сайын жұмыстағы әріптестері туралы, жаңа таныстары жайында басынан өткен қызықтарды мәз болып айтып келетін. Бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Бірнеше ай өтпей жатып оның әңгімесі мүлде өзгерді. Енді жаңа жұмысын мақтаудың орнына күнде шағым айтатын болды. Ол жерде дұрыс адам жоқ, бәрі жалқау, басшылар ештеңе түсінбейді, мені әдейі менсінбейді, болмашы нәрсеге тиіседі. Осындай сөздерді күнде қайталайтын. Күн өткен сайын жүйкесі жұқарып, ашушаң бола түсті. Айсұлудың өмірі тағы да тозаққа айналды. Жұмыстан ашулы келетін, қолына ілінген затты лақтыратын, қабырғаны тоқпақтайтын. Бір күні тіпті ас үйдің есігіндегі әйнекті сындырып тастады. Әдеттегідей жиналған ашуын әйелі мен ұлынан шығаратын. Бір күні бәрінен де әбден шаршаған Айсұлу жайлап: "Мұрат, егер ол жұмысың өзіңе сонша ұнамаса, басқа жерге ауыссаң қайтеді?" деді. "Не деп тұрсың өзі?" деп айқайлап жіберді Мұрат. "Жұмыстан шығайын дейсің бе? Сосын не істеймін? Үйде отырып сенің азғантай табысыңа қарап өмір сүрейін бе? Күнде картоп жеп отырғанда жетеді. Басқа да жұмыс табылады ғой. Біздің дүкендегі апайдың күйеуі де қысқартуға ілінген еді. Қазір шина зауытында істейді. Өзіне қатты ұнайды екен. Жұмысшы үнемі керек дейді. Сол жерде бел жазбай жұмыс істеп, түк таппай жүрсіңдер ме?" "Жоқ, апайыңның жалақысы жаман емес" деп айтты. Айсұлу сөзін аяқтай алмай, Мұраттың қаһары жанары да оған қадалып тұр екен. "Маған сенің апайың не айтқаны қызық емес. Қайда жұмыс істейтінімді өзім білемін. Түсіндің бе? Жақсы, өзің біл." Айсұлу бұл әңгімені бастағанына өкініп кетті. Тезірек басқа тақырыпқа көшкісі келді. Бірақ Мұрат тоқтар емес.
Әрине өзім білемін, мен бәрін байқап жүрмін. Соңғы кезде саған менің тәрбием жетпей жүрген сияқты. Айсұлу селк етті. Қандай тәрбие, қандай екенін өзің жақсы білесің. Соңғы кезде тым еркінсіп кеттің. Көзіңе бояу жаға бастапсың. Байқамайды деп ойлайсың ба? Ол күдіктене қарап, әлде біреу пайда болды ма? Сол үшін сәнденіп жүрсің бе? Мұрат, өтінемін, ондай ештеңе жоқ. Көзіме бұрыннан бояу жағатынмын. Сен жай ғана байқамағансың. Сен бір сөз айтсаң, 10 сөз қайтарасың. Маған қараған түріңде өзгерген. Күйеуіңе емес, өтен біреуге қарап тұрғандайсың. Айсұлу оның әдейі жанжал шығарғысы келіп тұрғанын түсінді. Сондықтан үндемей бұрылды. Ертеңгі түскі асыңды дайындап қояйын, деді де бөлмеден шықпақ болды. Тоқта, мен әлі біткен жоқпын. Мұрат оның шынтағынан қатты ұстап қалды. Дүкендеріңе жаңа жүк тасушы келген екен. Әлде соған әдеміленіп жүрсің бе? Ешкім үшін боянып жүрген жоқпын. Қолымды жібер. Осы сәтте Айсұлудың ішінде бұрын соңды болмаған ашу көтерілді. Бұрын мұндай кезде қалтырап кететін, ал қазір керісінше өзін нық ұстап тұр еді. Ол Мұраттың көзіне тіке қарап, қолымды жібер, деді анық дауыспен. Қолын жұлып алып есікке қарай беттеді. Мұрат 2-ақ адымда жетіп келіп, оны қайтадан тартып қалды. Келесі сәтте Айсұлудың көзі қарауытып кетті. Ол тепе-теңдігін жоғалтып, еденге отыра кетті. Мұрат қасына жүгіріп келді. Бірақ бұл жолы күтпеген нәрсе болды. Ол әйелін құшақтай алып, кешір мені Айсұлу, шынымен кешір деп қайта-қайта сыбырлай берді. Сен мені әдейі ашуландырдың, деді Мұрат бәсең үнмен. Анамның күнделігін оқығаннан кейін өзгеріп кеткеніңді байқап жүрмін. Сені жоғалтып алудан қорқамын. Мен сені сүйемін, түсінесің бе? Шынымен сүйемін. Өмірінде тұңғыш рет Мұрат әйеліне сүйемін деген сөзді айтты. Бірақ сол сәтте бұл сөз Айсұлуға мүлде жылы естілмеді. Жібер мені, қандай махаббат, мұның несі махаббат, деді ол. Көзінен жас парлап кетті. Мұрат оны қыса түсті. Менің махаббатым осындай, басқаша сүйе алмаймын. Бірақ сен менікісің, естіп тұрсың ба? Мен ешкімге сені бермеймін. Кешірші Айсұлу, тек кетіп қалмашы. Ол асыға сөйлеп жатты. Қарашы, 1 жылға жуық саған қол көтерген жоқпын. Бұл да бір өзгеріс емес пе? Бүгін ғана өзімді ұстай алмадым. Жүйкем жұқарып кетті. Бірақ бәрі түзеледі. Тек мені тастап кетпе. Сен үшін өзгеруге тырысамын. Айсұлу не дерін білмей қалды. Мұраттың мұндай жалынғанын бұрын соңды көрген емес. Әуелде оны ешқашан кешірмеймін деп шешкен еді. Бірақ күйеуінің сөздері жүрегінде тағы да күмән оятты. Ойланайын Мұрат, маған уақыт керек. Басым қатты ауырып тұр. Сөзін аяқтай алмады. Кенет жүрегі айнып құсып жіберді. Бүкіл денесін әлсіздік биледі. Орнынан тұруға әрекеттенгенімен басы айналып қайтадан еденге отыра кетті. Бұл жолы Мұрат қатты қорқып кетті. Ол Айсұлуды дереу ауруханаға алып барды. Дәрігерлер тексеріп, оған орташа дәрежедегі ми шайқалуы деген диагноз қойды. Айсұлу бірнеше күн ауруханада ем қабылдады. Осы уақыттың бәрінде Мұрат мазасыз күйде жүрді. Кез келген сәтте полиция келіп, болған оқиға үшін жауапқа тартады деп қорықты. Айсұлуды ауруханадан шығарған күні Мұрат такси жалдап өзі келді. Жол бойы әйеліне жағынуға тырысып, үйде саған тауық сорпасын пісіріп қойдым, қалай шыққанын білмеймін. Өзім өмірімде бірінші рет ас әзірледім деп күлімсірей сөйледі. Ал Айсұлу үнсіз отырды. Оның жүзіне қарап не ойлап келе жатқанын түсіну мүмкін емес еді. Үйге кіргенде айнала жинақы болып көрінді. Үстел үстіндегі құмыра Айсұлу жақсы көретін қып-қызыл қызғалдақтар тұр екен. Мұрат өмірінде оған гүлді бар болғаны 2 рет сыйлаған. Бірі үйленген күні, екіншісі Дәулет дүниеге келгенде перзентханадан алып шыққан күні. Айсұлу гүлдерге қарап, рахмет Мұрат, деді ол бөлмеге өтті. Бөлме оған бөтен үйдей сезілді. Диванның шетіне жайлап отырып, жан-жағына көз жүгіртті. Әр бұрыш, әр жиһаз осы үйдегі талай қорлықты есіне түсіріп тұрды. Ол осы шаңырақта өткен бір ғана бақытты сәтті есіне түсіргісі келді. Бірақ ештеңе ойына оралмады. Сол кезде бөлмеге Мұрат кірді. Әйелінің ойын оқып қойғандай, Айсұлу,
саған тосын сыйым бар деді. Ол қуана сөйлеп кетті. Жақында бұл үйден көшеміз. Анамның пәтерін сатып жібердім. Бізге 3 бөлмелі өте жақсы пәтер тауып қойдым. Тыныш ауданнан. Ал ауылдағы үй әзірге сатылмай тұр. Ештеңе етпес. Қолдағы ақша жетеді. Тіпті жөндеу жұмысына да артылады. Мұрат әйелінің жүзінен қуаныш іздеді. Ал дәл сол сәтте Айсұлудың ойына күтпеген бір ой келді. Міне, жолы осы екен. Жаңа пәтер ортақ мүлік болады. Егер кейін ажырасса, пәтерді бөлісуге болады. Сонда өзі мен Дәулетке бөлек баспана алуға мүмкіндік туады. Ақыры Мұраттан бір жола кетуге жол ашылады. Осы ойдан кейін Айсұлудың ерніне еріксіз күлкі үйірілді. Ол өз ойын ойлағанына аздап ұялғанымен басқа амал көрмеді. Тамаша жаңалық екен, Мұрат, деді сабырмен. Ендеше жаңа үйде жаңа өмір бастайық. Сөйтіп Айсұлу әзірге күйеуімен бірге тұра берді. Мұрат тағы да өзгеруге уәде берді. Тағы да біраз уақыт өзін барынша ұстап жүрді. Бірақ бәрі бұрынғыдай қайталанды. Алғашында әйеліне қатты сөйлемеуге тырысты. Көшу кезінде алғаш рет айқайлады. Содан кейін баяғы бетпердесін бір жола шешіп тастады. Қазір қаншайымдай өмір сүріп жүрсің, соның бәрін жасап жүрген менмін, деп әр мүмкіндікке әйелінің бетіне басатын болды. Айсұлу бәріне үнсіз төзді. Өйткені ішінен аз қалды. Тағы біраз ғана шыдауым керек, деп өзін жұбататын. Бірақ әйелінің сабырлығы Мұраттың ашуын бұрынғыдан да бетер қоздыра түсті. Бір күні ол тағы да қол көтерді. Бұл жолы тіпті кешірім де сұрамады. Тек өзің кінәлісің деп күбірледі. Араға бірнеше күн салып тағы да бір жанжал шықты. Ол да бұрынғыдай Айсұлудың соққы жеуімен аяқталды. Айсұлудың денесегіндегі бұрынғы көгерген іздер әлі кетпеген еді. Соған қарамастан Мұрат тағы да болмашы нәрсе үшін оған қол көтерді. Бірақ бұл жолы әйелінің жанарынан бір нәрсені байқады ма, әлде өзі қорқып кетті ме? Әйтеуір ертеңіне болған жағдайды жуып шаюға тырысты. Айсұлу, келесі аптада туған күнің ғой, қалай тойлайтынымызды ойлап қойдым, деді. Ештеңе болмағандай. Қайраттың көлігін сұрап аламын. Екеуміз өзенге барып қайтамыз. Бұрынғыдай шатыр құрамыз, қармақ саламыз. Айсұлу бас тартқысы келді, бірақ күйеуіне қарсы шығуға батылы жетпеді. Өйткені осыдан 2 күн бұрын ол ажырасу туралы арыз беріп қойған еді. Енді Мұраттың мұны қашан білетінін күтіп, іштей қатты алаңдап жүрді. Тіпті сот шешімі шыққанша Дәулетті ертіп бір жаққа кетіп қалуды да ойлаған. Бірақ барар жері жоқ еді. Сере күйеуі Қайратпен бірге демалысқа кеткен болатын. Ал Айсұлудың әкесі тағы да ішімдікке салынып кеткендіктен ата-анасының үйіне барудың да мәні жоқ еді. Сондықтан Зере оралғанша қажет болса паналайтын жері болғаны үшін Мұратты ашуландырмауға тырысты. Өзенге баруға келісті. Сырт көзге екеуінің арасы бұрынғыдай жақсы көрінетін. Кезінде Айсұлу мен Мұрат дәл осы жерге жиі келетін. Ол кезде әлі үйленбеген жастар еді. Өзеннің көркем жағасы, аққұмды жағажай, қарағайлы орман, барлығы ерекше романтикалық көңіл күй сыйлайтын. Сол кездері Айсұлу өзі Мұратқа шын ғашықпын деп ойлайтын. Сол күндер есіне түскен сайын жүрегі мұңға толды. Арада 10 жылға жуық уақыт өтіпті. Сол жылдардың ішінде Дәулеттен басқа ешқандай бақыт көрмеген екен. Сондықтан бүгінгі таңда өз өмірін өзгертемін деп шешкеніне еш өкінбеді. Керісінше өмірінде алғаш рет өзін соншалықты мықты сезінді. Мұрат ажырасу туралы білгенде не болады деген қорқынышта жоғалып бара жатты. Оған бір ғана нәрсе ауыр тиді. Неге сонша жыл үнсіз төзді? Неге өз баласын мұндай өмірден ертерек қорғай алмады? Егер Дәулет әкесінің мінезін қалыпты нәрсе деп өссе ше, егер бір күні өзі де дәл сондай адамға айналса ше? Осы ойдан Айсұлудың жүрегі шымырлап кетті. Ол жұдырығын түйіп кешкі салқын ауаны терең жұтты. Жоқ, әлі кеш емес. Мен бәрін өзгертемін. Дәулет жақсы адам болып өседі. Өмірімнің қалған әрбір сәтін соған арнаймын. Айсұлу өзен жаққа көз тастады. Мұрат жағада отырып, балық ұстай алмай ашуланып, анда-сана боқтап қояды. Айсұлу отқа тағы бірнеше құрғақ бұтақ тастап, қазанға қайнап жатқан кешкі асты араластырды.
Бүгін өткен өмірімнің қоштасатын күн болсын. Оның жүрегі бұрын соңды болмағандай жеңіл еді. Алда жалғызбасты ананың қиын өмірі күтіп тұрғанына қарамастан, ішкі түйсігі бәрі жақсы болатынын сездіріп тұрғандай еді. Кенет орман жақтан мотоциклдің гүрілі естілді. Айсұлу елең етіп ағаштардың арасына қарады. Бірнеше секундтан кейін орман шетінен екі мотоцикл шықты. Артынша үшіншісі де көрінді. Барлығы 5 жігіт екен. Өздері мығым денелі болғанымен Айсұлу мен Мұраттан әлдеқайда жас көрінді. Айсұлу олардың ешқайсысын бұрын көрмеген. Демек бұл жақтың адамдары емес. Мұрат қармағын жағаға тастай салып оттың қасына келді. «Әй, Қайраттың көлігін сызып кетпесе болды мына әумесерлер», деп күбірледі. Ол жігіттерге тіке қарамауға тырысты. Ал әлгі бесеуі мотоциклден түсіп, тура өздеріне қарай бет алды. «Ассалаумағалейкум, балық қалай?» деді олардың бірі. Ол қазанның ішіне де үңіліп қойды. «Ештеңе жоқ», деді Мұрат қысқа ғана. «Бұл жерде балық ұстатпай тұр». Жігіт күліп жіберді. «Қалай ұстатпайды? Қасыңда мынадай сұлу су перісі тұрғанда». Ол басын Айсұлуға қарай изеді. Қалғандары қарқылдап күлді. Айсұлу сол сәтте үстінде тек суға түсуге арналған киімі ғана бар екеніне өкініп кетті. Шатырға қарай беттей бергені сол еді. Жігіттердің бірі алдынан кес-кестеп тұра қалды. «Не болды? Ұстағаныңнан бізге ауыз тигізбейсің бе? Ашпыз ғой», деді ол әзілдеген болып. Тағы да бәрі ду күлді. Сол жігіт Айсұлудың иығынан құшақтамақ болып қолын созды. Айсұлу жалтарып кетіп, тез Мұраттың қасына барды. Күйеуінің артына тығыла тұрды. Мұрат асығыс үнмен: «Егер осы жер сендерге керек болса, біз кетейік, орынды босатып береміз», деді. «Жер жаман емес», деді қызыл кепка киген жігіт. «Бірақ мына су перісінсіз қызық болмайды екен». Ол басындағы кепкасын шешіп, баяу Айсұлуға қарай жүрді. Айсұлудың денесі қалтырап кетті. Ол Мұраттың қолынан тас қылып ұстап, арқасына тығыла түсті. Жігіт Мұратқа тақап келіп тоқтады. Бетіне тесіліп қарап: «Не болды? Әйеліңді қызғанып тұрсың ба?» Сосын артына қарап дауыстады: «Әй Санжар, бізге тым сараң балықшы кездескен сияқты. Оның үстіне қонақ жайлығы да шамалы екен», деді. Әлгі жігіттердің бірі күліп: «Кешкі асқа шақырмайды, шатырға да кіргізбейді». Бесеуі тағы да қарқылдап күлді. Санжар деп шақырған жігіт олардың ішіндегі ең ірісі еді. «Сабақ беру керек сияқты», деп мысқылдады ол. Аяғымен қазанға тиіп кеткенде ішіндегі ас отқа төгіліп қалды. Ыстық сорпа шоқтың үстіне шашырап, быжылдап түтін бұрқ етті. Түтін көзге кіріп, Айсұлудың жанары ашып кетті. Ол сол сәтте тек бір нәрсені ғана қалады: осының бәрі түс болса екен. «Ана қызыл көлік сенікі ме?» деп сұрады Санжар. «Досымдікі», деді Мұрат жөтелін басып. «Ал мына әйелше, ол да досыңдікі деп айтасың ба? Сендерге не керек өзі? Біз қазір-ақ жиналып кетеміз. Бұл жерді сендерге қалдырамыз», деді Мұрат даусы дірілдеп. «Сен осы жерді айта бердің ғой, бізге жер емес, әйелің қызық болып тұр». Жігіт жымиып: «Не әйелің үшін төбелесеміз бе? Қаласаң адалынан екеуміз ғана», деді. Ол жұдырығын түйіп, боксшы сияқты бірнеше қимал жасап көрсетті. «Қорқып қалдың ба?» Мұраттың өңі қашып кеткенін көріп, тағы да күліп жіберді. Келесі сәтте күтпеген жағдай болды. Мұрат жалт бұрылып, көлікке қарай бар күшімен жүгірді. Есікті тарс ашып, жүргізуші орнына секіріп отырды. Қозғалтқышты от алдырып, газды басып қалды. Қызыл көлік доңғалағын шыр айналдырып, шаңдатып, көзден ғайып болды. Бәрі соншалықты тез болғандықтан ешкім оны тоқтатуға үлгермеді. Мотоцикл қасында тұрған екі жігіт қана таңырқап, артынан бірнеше қадам жасады. Айсұлу көз алдында болған оқиғаға сене алмады. Тамағы құрғап кетті. Тіпті есінен танып қала жаздады. «Мәссаған», деді әлгі жігіттердің бірі. Сосын Айсұлуға қарап: «Атың кім?» «Айсұлу», деді ол әрең. «Айсұлу, әлгі қашып кеткен жігіт саған кім болады?» «Күйеуім». Айсұлудың тісі сақылдап тұрды. «Күйеуің бе?» Жігіттердің бәрі бір-біріне таңырқай қарасты. Айсұлу үнсіз басын изеді. Оның қалтырап тұрғанын көрген Санжардың даусы бірден жұмсарды. «Қорықпа, біз жай ғана әзілі жарасын дегенбіз. Сені сонша шошытамыз деп ойламадық.
сәл кідіріп, бірақ күйеуің кешір, әрине нағыз қорқақ екен, ондай адаммен өмір сүрудің қажеті жоқ сияқты. Ол жолдастарына бұрылды. Жүріңдер кетейік, әлгі қорқақ полиция шақырып жүрген шығар, әзірше жоғалайық. Бірнеше секундтан кейін мотоциклдің гүрілі алыстап, орман қайтадан тынышталып қалды. Айсұлу шатырға кіріп кетті. Жарты сағаттай сыртқа шықпады. Тек айнала қараңғыланғанда әлсін-әлсін жанып тұрған оттың қасына қайта келді. Қатты күйзелістен бе, әлде түннің салқынынан ба, денесі дірілдеп тоңып кеткен еді. Күртешесін кигенімен жылына алмады. Отқа тағы бірнеше бұтақ тастап, алақанын жалынға тосып отырды. Бойы жылына бастағанда ғана болған оқиғаны ой елегінен өткізе бастады. Әуелде Мұрат көмек әкелуге кеткен шығар деп ойлаған, бірақ 2 сағаттай күтсе де қайтып келмеді. Сонда ғана шындықты түсінді. Мұрат өзін құтқаруға емес, өз басын арашалауға қашқан екен. Әйелін бейтаныс жігіттердің ортасында жалғыз қалдырып кеткен. Айсұлу ұзақ отырды. Өткен өмірін түгел көз алдынан өткізді. Әсіресе Мұраттың оған жасаған қорлықтары қайта-қайта есіне түсті. Бұрын ол күйеуінің ашуын тежей алмайтын адам деп ойлайтын, ал бүгін бәрі анық болды. Зере дұрыс айтқан екен. Мұрат батыр емес, өзінен әлсіз адамға ғана күш көрсететін қорқақ екен. Аспанды қара бұлт торлады. Ұсақ жаңбыр сіркірей бастады. Соған қарамастан Айсұлу өз заттарын жинады. Шатырды да, қармақтарды да, тамағында. Мұраттың барлық затын сол күйі қалдырды. Өзі ғана жол бойымен қалаға қарай жаяу тартты. Жаңбырда малмандай су болды, бірақ мұны мүлде сезбеді. Сол түні баяғы қорқақ Айсұлу бір жола жоғалып кеткен еді. Таң қылаң бере ол үйіне жетті. Кіреберісте батыл кіріп өз қабатына көтерілді. Оған қазір тек құрғақ киім керек болатын. Содан кейін Дәулет түнеп қалған туған әпкесінің үйіне барады. Зере демалыстан оралғанша 2-ақ күн қалған. Сол 2 күнді Дәулетпен бірге туған әпкесінің үйінде өткізбек. Мінезі қаталдау болса да, уақытша шыдай тұруға болады. Айсұлу пәтерге кірді. Мұрат ас үйде жалғыз өзі отырып, ішімдік ішіп отыр екен. Жарықты да сөндірмепті. Әйелін көрсе де ештеңе демеді. Тек басын төмен салбыратып қала берді. Айсұлу үнсіз жатын бөлмеге кіріп, киімдерін ауыстырды. Қажетті заттарын сөмкеге салып алды. Содан кейін дәлізге шығып, нық дауыспен: "Мен ажырасуға арыз бердім", деді. Мұрат орнынан атып тұрды. "Не дедің?" "Ажырасуға арыз бердім." "Қашан?" "Өткен аптада." "Қалай өткен аптада? Маған неге айтпадың?" "Ажырасу рәсімі аяқталғанша мен Дәулетпен бірге Зеренің үйінде тұрамын." Ол сөздерді айтқанда Айсұлу алғаш рет өзінің тағдырын енді ешкім емес, өзі шешетінін анық сезді. "Қош бол, Мұрат." Осыны айтып Айсұлу есікке қарай беттеді. "Тоқтай тұршы Айсұлу, не айтып тұрсың өзі? Қандай ажырасу? Әлгі әумесерлер саған не деді? Сен шынымен де қорқып қашып кетті деп ойлайсың ба?" "Олай емес қой. Олар 5 болды, мен жалғыз едім. Шынымды айтсам, қайта оралып жігіттерді ертіп келмек болдым. Бірақ Қайраттың көлігі бұзылып қалды. Міне, әлі күнге дейін подъездің алдында тұр." Айсұлу сабырмен басын шайқады. "Мәселе сенің бүгін мені тастап кеткеніңде емес. Мен әлдеқашан сенімен ажырасуға шешім қабылдағанмын. Тек сол шешімге тым кеш келгеніме ғана өкінемін." Ол сөмкесінің қолын алды. "Болды, қош бол, Мұрат. Енді біз арамызда айтатын ештеңе қалған жоқ." "Қалай ештеңе жоқ?" Мұрат орнынан атып тұрып, 2 аттап дәлізге жетті. Айсұлудың қолынан тартып қалып, өзіне қарай бұрды. "Әлгі жігіттер ұнап қалды ма саған? Сенің де оңып тұрған жерің жоқ екен." Аузынан арақтың иісі аңқып тұрды. Айсұлу жиіркене қабағын түйді. "Әлгі жігіттер сен кетіп қалғаннан кейін маған қол да тигізген жоқ. Кетерінде не дегенін білесің бе?" Мұрат үнсіз қалды. "Күйеуің нағыз қорқақ екен", деді. Ол көзін тайдырмай сөзін жалғастырды. "Ең өкініштісі, мен сол сөзбен толық келісемін. Бөлмені үнсіздік басты. Егер дәл қазір маған қатты қол көтерсең, бірден полицияға барамын. Саған қарсы арыз жазамын. 10 жылға жуық бірге тұрған өміріміздің бар шындығын айтып беремін. Денемдегі көгерген іздердің бәрін сен салғаныңды дәлелдеуге бар күшімді саламын."
Айсұлудың үні нық шықты. Маған сен, мен өте сенімді сөйлеймін. Қаламызда тұрмыстық зорлық-зомбылық істерін соңына дейін жеткізетін өте талапшы әйел прокурор да бар деп естідім. Сенің ісіңді дәл сол қарау үшін қолдан келгеннің бәрін жасаймын. Осы сөзден кейін Айсұлу Мұратты қатты итеріп жіберіп, есіктен шығып кетті. Баспалдақпен төмен түсіп келе жатқанда Мұрат артынан жүгіріп келеді деп ойлады. Тіпті соған дайын да еді. Егер тоқтатуға тырысса, бұл жолы қарсы тұратынын анық білді. Өйткені бұрынғы қорқақ Айсұлу жоқ болатын. Сол түні ол 10 жыл бірге тұрған адамға деген соңғы құрметінен де айырылды. Сонымен бірге бала күннен бері жүрегінде ұялаған қорқыныш та бір жола жоғалып кетті. Бірақ Мұрат оның соңынан қумады. Айсұлу Дәулетті ертіп Зеренің үйіне көшіп барған соң ғана күн сайын келіп татуласуға тырысатын болды. Әуелі жалынды, ажырасу туралы арызын қайтарып алуын өтінді. Кейін қорқыта бастады. Ал ештеңе шықпаған соң жұрт арасына Айсұлу туралы түрлі өсек таратты. Әсіресе өзен жағасында болған оқиға жайлы. Айсұлу әлгі жас жігіттермен көңіл көтеріп жүріпті деген сияқты жалған әңгімелерді әдейі тарататын. Сол сөздер Айсұлуға ауыр батты. Кейде көшеде масаң жүрген еркектер жолын бөгеп, артынан айқайлап қорлайтын сөздер айтатын. Бір күні Зере оған: Айсұлу, маған сен, бұл қалада сенің кім екеніңді де, Мұраттың кім екенін де жұрттың бәрі біледі. Ақымақтардың сөзіне мән беру өзіңді бекер қинау ғана. Бұл әңгіменің бәрі көп ұзамай ұмытылады, ал сенің өмірің жалғасады, және ол өмір міндетті түрде бақытты болады. Тек соған сен, деді. Айсұлу сенді. Ол басын тік ұстап барлық сынақтан өтті. Сотта Мұрат жұрттың көзінше байлыққа қызыққан әйел деп айқайлаған кезде ортақ 3 бөлмелі пәтердің құнынан 1/3 бөлігі ғана өзіне тигені үшін ашуға булыққанда, кейін басқа ауданнан шағын пәтер сатып алып, Дәулетті жалғыз өзі асырауға жететін жақсы жұмыс таба алмай қиналғанда, кейде бақыт деген қол жетпейтін сағым сияқты көрініп, өмір тек тіршілік үшін күрестен ғана тұратын сезілген шақтарда Айсұлу ешқашан мойымады. Өйткені ол бір ғана нәрсені ұмытпайтын. Егер сол күні батылдық танытпағанда, оның өмірі қандай боларын жақсы білетін. 4 жылға жуық уақыт өткен соң Айсұлу Болатпен танысты. Сол кезде Дәулет өтпелі кезеңді бастан өткеріп жүрген еді. Сондықтан анасының жаңа қарым-қатынасын алғашында салқын қабылдады. Бірақ Болат күлімсіреп: уайымдама, екеуміз де ер азаматпыз, Дәулетпен өзіміз тіл тапсамыз, деді. Шынында да бәрі өздігінен реттеле бастады. Алғашында Дәулет Болатқа сақтықпен қарады, кейін ақыл сұрайтын болды. Уақыт өте келе оның өзінің ең жақын досы деп атайтын болды. Жылдар сырғып өте шықты. Қазір Дәулеттің өз отбасы бар, 2 қарындасы бой жетіп келеді. Екеуі де жігіттерге көз сала бастаған шақта әкелік қамқорлық бұрынғыдан да маңызды еді. Мүмкін Дәулеттің азамат болып қалыптасуына өгей әкесі Болаттың өнегесі әсер еткен шығар. Өйткені оның Айсұлуға деген сыйластығы мен қамқорлығы Дәулеттің жүрегіне де терең із қалдырды. Ал мүмкін ол туған әкесінің мінезін мүлде қабылдамаған шығар. Бірақ оның қайсысы маңызды? Ең бастысы Дәулеттің жары өзін дүниедегі ең бақытты әйелдердің бірі санайды. Құрбыларының бәрі сенің жолың болған екен, күйеуің қандай керемет адам деп қызыға қарайды. Ал Айсұлу ұлының бақытына қарап отырып үнсіз ғана жымиып қояды. Көзіне қуаныштың жасы үйіріледі. Кейде көк аспанға ұзақ қарап тұрып: Нәзира енем сол күнделікті әдейі қалдырғандай менің тағдырымды өзгертуіме жол көрсету үшін деп ойлайды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарийге қай қаладан тыңдап отқандарын жаза кетіңіздер. Және де міндетті түрде каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.